Сәлем достар, менің есімім Салтанат. Бүгін мен сіздерге материалдармен, инструменттермен таныстырамын және олардың бағасымен таныстырамын. Маникюрді бастағанға қанша сумма кетеді, соны есептейтін боламыз. Ең алдымен бізге стол керек болады. Столдың бағасы OLX-та 10 мың мен 20 мыңның аралығында. Лампа 3,5 мың теңге Еляннан алуға болады. Подлокотник 5500 теңге, LED лампа оригинал емес, копиясы 7000 теңге. Менде мынандай аппарат, марафон чемпион деп аталады, 60 мың теңге. Фрезалар 5000 теңге примерно, өйткені снятияға арналған сәл қымбаттауда, қалған фрезалар 700 теңгеден. Мынау үшеуі 1000 теңге, өйткені пилкалар 250 теңгеден, щетка болса 500 теңгеден. Маска мен бізге очки керек болады для защиты, олар 700 теңгеден. Масканың пачкасы 700 теңге десек болады. Мынақты безворсовый салфетка және ватные диски. Екеуін қосқанда 1500 теңге примерно шығады. Абижир 700 теңге, осындай флаконы. Кисточкалар примерно 3000 теңге, өйткені біреуі қымбат люкс. Перчатки, кусачкалар 10 мың теңгеден 9800 теңгеге алған болатын, тура солай жаздым. Типсорез 600 теңге. Наращивание кескенге болмаса, натуральный тырнақты болмаса шешіп салғаннан кескенге. Капрамин қанды тоқтатады. Праймер 1300 теңге, база 2500 теңге, 15 мл, мен видеода 10 мл. И цветники қалауымыз бойынша 800 теңгеден басталады. Менде Харуяма фирмасынан және Канни фирмасынан. Қазір Харуямаға полностью ауыстым. Масло для кутикулы, дизайнға арналған стразиктер, слайдерлар, тағы да 20-30 мың теңгенің мына жерде заты бар, хотя и маленький көрінгенімен. Так что дизайнға аямаймыз. Мұнауда дизайнға матовый топ және перепелиный яйцаның тобы. Тағы да дизайнға гель-краскалар 700 теңгеден 1400 теңге. Қайшы, слайдер анамнау кескенге. 2000 теңгеге стерилизатор. И мынау сухожар, самый мощный. Сухожар 25 мың теңге тұрады. Сухожарға арналған крафт пакет. Пачкасы 2900 теңге.